Киноны кинотеатрдан көрген өте керемет, бірақ көп кинолар орыс тілінде берілді. Сондықтан жақында шетелдік кинолардың қазақ тіліне дыбыстау шешімі қабылданды. Қоғамда осы мәселе жөнінде сұрақ көбейді. Менің көмірше былай болатын шығар. Джонни, жөніңмен жүр, Джонни, сайтан алғыр. Джонни, сен әлі осындасың ба? Көзіңді құртма жерден. Ал Марвел киносыйлары қалай болады? Мысалы, өрмекші адам, мысық әйел, кек қорғаушылар. Бәрібір ертегілер сияқты. Жарайды, болашақта көретарымыз бұл менің ойым ғана. Олай болса, қиялымызды іске қосайық. Сонымен қаржысы жеткіліксіз кинотеатрда болған оқиға. Қашан басталады? Тыныш. Басында рекламада көрсетпейді ғой. Парабау Pictures представляет каскадер Чиунчор, постановщик трюков Вой Чунчон, линейный продюсер Пау Пау Чон, оператор Ян-Ян-Ян, кастинг-директор Жай. Қашан бастайсыңдар? Монтажер. Звукооператор. Кинотеатрдың басында рекламадан да жаған Художник по костюмам. Автор сценария Ахылбек. В главных ролях Джеки Чан. Моя мандык, 청동 방파야, 청동 win지, 홍중증 성장 원증 타야, 홍중증 타야, 청동 타야, 홍중증 방방 청동 조영, 중중중 방, а также Карина Лау. 황영 좋지? А также отрицательная роль Энтони Чан. Саламатсыздар ма? В фильме «Доспехи Бога». О, тема, дауысың шығарасыңдар ма? В фильме «Доспехи Бога». Қайдағы доспехи Бога мынау деген? Қандай доспехи Бога? Тұра тұрсай, сейчас бастайды ғой. Осындай кино бола ма? Болады ғой, шықтасайшы, пожалуйста. Мынау не, 42 дама келіп жүгіріп келіп кетіп жатыр ғой.
Сен просто шыдасайшы, қазір басталады. Все, давай, үндеме. Хватит, Джеки Чан, что делаешь? Успокойся, Джеки Чан. Біз шығыс еліне барып, бір пакет темір алып келу керекпіз. Кеттік, Джеки Чан. Кеттік онда. Стоп! Не көрсетіп жатсыңдар сендер? Не көрсетіп жатсыңдар? Қалай, не айғалайсыз? Бізде всегда осылай. Кино осылай көрсетесіңдер ма? Я живьем. Сонда деген мен сонда ақшасын төлеп кинотеатрға келеді екен, сендер өйстіп халықты алдайсыңдар ма? Мен сендер бастықтарға айтам, жетет болды. Қайда? Бауырым, айта берсейші, не болды саған? Көрсетіп жатыр ғой нормально тема. Тоқташы, бастықтарын шақырыңдар болды. Міне бастық, отыр. Не болды, бауырым? Сен ба бастық мұнда? Қайтесің, әдемі болып тұр ғой, қара берсейші. Кел отыр, қара бер. Күшті. Өтірік алдап жатсыңдар ғой сендер бізді кәдімгідей. Жалғастыра беріңдер. Ал жақсы, көрейік ал. Не олар? Қажет? Ұмытып қалдым, қажет не ба? Ана жерде ғой сендер екеулерің құшақтасып. Сол кезде басты. Дальше айтпаңыз, өзіміз көрсетеміз. Аға, біз шығыс еліне барып, темір алып келек. Хватит төбелесе беруге. Түсініңіз. Кеттік онда. Такси. Таңелет, Джеки Чан. Мен сен ешқайда баруыңа жол бермеймін. Сен қаласы осында. Энтони Чан, қойыңдар. Ят болады. Ағалар, қой, ағалар, қойыңдар. Саған, ағалар, қатсыртмаңыз. Аға, ауыртып аласыз. Ағалар, қой. Мен ұрған ес, аға, ағалар, стоп, хватит, ананы ұрыңыз. Оранжевый, тоқтасайсың. Именно самый қызық жерде тоқтатқан ес. Не көрсетіп жатсыңдар сендер, Осы кино ма сонда? Я деп ұялмай айтып тұрсыңдар ма? Қуып кеттіңдер ғой сендер, қайдағы кино? Мен мынандай киноны бірінші рет көріп тұрмын, сендер ойнап жатсыңдар ғой бізге киноны көрсетіп емес. Енді не, ойнамаймыз енді. Сонда деген бұл театр ма, кинотеатр ма? Қызық кетті ғой сендер, вообще өтірік ойнап жатсыңдар. Ана жерінде деген қалай анау деген, мен мына доспехи бога деген көрдім, мен олай емес ол деген. Ортасында жүріп, кім неғып жүр? Ағалар, қыз жібек неғып жүр? Доспехи бога. Енді ол анандай кішкене бір кульминация болсын деп өзіміз тыққанбыз ғой дейін. Кульминация олай емес. Мен бұл киноны үйде көргем, олай емес. Мына кинода деген басында сенікі не анау деген Джеки Чанға келіп бір пакет темір алып келейік деген әңгіме не әңгіме? Қазір мына жерде Фантомас шықса, мен вообще таңғалмаймын. Кешіресіз, Фантомас менен кейін шығады. Еще шығады Фантомас бұл жақта. Ренжімен, бұл кино тоқтаттым, мен қарамаймын, бітеміз. Неге соңына дейін қарап көрсеңіз, күшті болып отыр ол. Күшті болып жатқан жоқ, ол олай емес. Олай емес, былай болу керек. Аға, сен Джеки Чан, кеш мұнда, тұр мұнда. Сен мұнда тұр, мен киноны көрдім, қазір былай болады. Жүр сен, екеуің жүріңдер. Деген. Киноны қалай екенін білмейсіңдер, өтірік алдайсыңдар халық. Қараған қай. Ағай, неге рас мен аяғым ауыр ғой? Не ғой, Джеки Чан аға. Джеки Чанұлы. Келіңізші бері қарай. Біз менің әкемнің қалдырып кеткен мұрасын барып алып келейікші. Бір сөмке алтын тастап кетіпті. Oldu canım Karina. Sen үшін өлімге де даярмын. Кеттік па. Кім? Мен артта тұрып әңгімелерін бәрін естіп аттым. Сендер ешқайда ештеңе істемейсіңдер. Мен сені артыстаймын. Джеки Чан аға. Deyde mınav. Джеки Чан аға. Жібердім. Өлшейші, өлсей. Қосауызбен айтатын ғой. Айтпайсың ба сен қос ауызбен деп. Осы жөнді бастай.
оңбаған Джеки көрермендер арасында өліп жатыр қой, аяғыңды арғай тартшы кішкене. Джеки, кім сені өлтірген? Мына оңбаған. Ояншы Джеки, көзіңді ашшы Джеки. Мені қанша атқанменен де оқымаған дарымады. Да, Джеки, неге? Маған дарымады. Қайда дейді сонда оқ? Қай жерге дейді? Мен оны қазір емдейін. Зажигалкаға. Шүкір айтыңыз. Қандай керемет зажигалка. Мен подарить еттім ғой, есіңізде ма? Как раз сізді онда көрмей тұрған кезде, мына оңбағанды өлтірейік. Шашын бәрін түсіріпті ғой сіздің. Жасыңыз да келді ғой уже бірақ. Ағартты ғой шашымды. Ойланбай, барсаңызшы, қазір қашып кетеді ғой. Сөйтіп Джеки Чан қыздың арманын орындап, алтын дарын қайтарып берді. Рахмет сізге, Джеки. Браво! Браво! Не деген керемет фильм. Как раз соңын көре алмай жүрген едім. Ё-моё, мен чё, кешіп қалдым ба не? Блин, а чё, басына қоюға бола ма? Басынан бастап? Да, Отыра беріңіз. да? Как раз бастаймыз. Парамаунт Pictures представляет! Негізі өмірде оңай жұмыс жоқ. Ал қиын жұмыстардың бірі ол бала бағушы, яғни няня. Біреудің баласын қарау өте қиын. Бұзық болса, енді ұрса алмайсың ғой. Өз балаң болса, хотя бы көтеншігінен профилактика ретінде. Егер сені няняң өсірсе, туыла салып сен анаға қарыз едің, енді няняның да қарызы қосылады. Қазақтарда няня дейтін болмаған. Қазақтың нянясы ол кім? Шалдың баласы, яғни ата әжесінің қолында өсу. Дегенмен няня жалдайтын адамдар да бар. Бірақ ол жұмысқа да кастингтен қалай өтетінін көру керек. Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Жанель. Біз баламызға тәрбие беретін няня іздеп жүрміз. Менің баламның аты Дэвид, бірақ атасы оны еркелетіп Сексенбай дейді. Ал достары далада оны просто Игорек дейді. Неге Игорек? Ол далаға шықпайды ғой. 7 айлық, тем более. В общем, оны біз еркелетіп, үйде жай ғана Ганс деп атаймыз, бірақ аты, шын аты Төреғали. Походу, балаға емес, сізге няня керек ау. Сонымен талаптармен таныстырып өтейін. Бірінші талап ол ағылшын, француз, неміс, орыс, қазақ, қытай бір вагонда келе жатып. Анекдот айтып кеттім ғой, кешіріңіздер. Сонымен біздің Бобби, шынымен шын аты Бобби екен ғой. Шатастырып алдым. Сонымен екінші талап, біздің баламызда лактозаға аллергия бар. Оған мидий, авокадо, устрицы, глютен жеуге болмайды. Бізде ондай тамақ жемейміз. Осы сөздің арасынан только аллергия деген сөз ғана түсіндім. Және үшінші талап, үйге есірткі, ішімдік, темекі, тем более арақ алып келуге болмайды. И так дома все есть. Шучу! Баламның аты Төреғали. Вы что, поверили, что Бобби? Бобби емес, Төреғали. Төреғалидің мамасының, сестренкасының жездесі. Баласының әкесі ғой. Ассалаумағалейкум. Саламатсыз ба? Привет.
Қалайсыздар, жақсысыздар? Жақсы. Өте таңдадың, думай арасында, да? Да, енді үшеуінің төртеуі ұнап тұр. Сен прикол айтасың, да, когда мен күлем, потом тамақ ішпеуге, да, потом күлдіре везде энергетика бересің сен маған. Мен ойлаймын, мен жерде таңдайтын ештеңесі де жоқ, сен де мен де көзіме көрініп тұр, балаға да ертең өскесінен көрінеді, говорю, ойлаймын, что жақсылық жасайық, балаға бер жағында қыз уже видно, что біздің үйде жүрген адам, как говорится. Бірінші сұрақ қойып, танысып алмаймыз ба? Не танысатын бар, оны кешіріңіз. бір жерден көрген сияқтымын. Сіз баланың қандай қасиетін дамытушы едіңіз? Сіздерде ұл бала ғой, иә? Иә. Ендеше, менің ойымша, любой еркек адамның төлем қабілеті жоғары болу керек. Қандай сөздер айтады, Абай атамыз айтқан сияқты көңілге қонымды, прям жасы көріп тұраса, когда сөйлейді, да? Ал сіз онымен қалай уақыт өткізесіз? Қалай өткізесіз? Менің ойымша, балаға D витамині керек. Ал D витамині деген ол не? Ол солнышко. Солнышко қайда бар? Ол Дубайда бар. Молодец, қандай да, қараш? Бала как раз осы аптада Дубайға бармады. Бәріміз Дубайға барайық, баланы апарайық бірге. Если бос емес болсаң, айт. Сен шешпейсің. Оны Төреғалидың атасының басы. Ой, атасының басы деппін ғой. Атасының баласы шешеді. Жүсіп ата. Давай сен Жүсіп ата деймін, Жүсіп атын айтпа. Жаке де, хорошо? Алыңдар. Менің немереме бір күтуші таба алыңдар ма өзі? Мен ойлаймын, что сізге, бізге де, бәрімізге де балаға да өскесін ұнайды көру. Қарындасымызды хотел алуға, чтобы үйде болуға, көруге бәріміз сен көрем, мен көрем. Тамақ ішем бірге бәрі әдемілік болады ғой, үйде дизайнға сай. Онда қойай. Алайық осыны. Әуел етегін жауып басын да. Біз айналайын. Ақыры ақша төлеп жатырмыз. Айына $5,000 төледі өкесіңдер. Енді дұрыстауын таңдап алуға болмаймасыңдар. Мен ойлаймын енді. Сәлем бердік, ата. Ой, айналайын көп жаса. Міне, міне, қараш, менің немереме тәрбие берсе, осы қыз бір аяқ қолы балғада екен, үстіне көйлек киіп алсаң болды. Ағам, ата, менің ойымша сіздің балаңызға сіз секілді ақылды болу керек. Ата бабасын, 7 ата бабасын білетіндей, білімді, сіз секілді 8 қырлы бір сырлы болуы керек. Сәлем бердік, ата. Ой, айналайын, көп жасайын. Міне, айналайын. Ал, мен ана жігіттен сұрағым кеп тұр. Сіз не дейсіз? Мен не деймін? Менің ойымша, бұл жай жаня емес. Бұл нағыз қуатын жаня ғой. Сендерге няня емес, сендерге психолог керек. Құрметті әріптестер, кешіріңіздер. Сіздерді білмеймін, бірақ мен кетем. Менің психикам шыдамайды маған. Вот видите, уже начинается. Все, кеттім мен. Мынаған не? Так, Дубай болмаса, мен тоже кетем. Ал, кешіріңізші біздің Бобик, Игорек, Төреғали, Ганс-Гансқа қарамайсыз ба? Ой, айналайын, келін, не болып көттіз? Енді өздері ауыстырды, таңдап. Болмадыңдар ма сонда, жөндеп? Ой, енді ата көріңіз ғой, біреусі псих, екіншісі ақша үшін келді, ал үшінші вообще мен байымды Дубайға алып кете жаздады. Ладно, оны қойшы. Қоя. Немеремді ауылға алып кетем, өзім тәрбиелеймін. Ата, но авокадо жеуге болмайды. Ауылда қайдағы авокадо? Айран ішет, сүт ішет, нан жейді болды. Құрметті көрермендер,
көру керек сахнасында Саттар Аружан! Ассалаумағалейкум, братва. Ой, мен қыз екенмін ғой, сәл сыпайы амандасайын. Ассалаумағалейкум, братва. Мынау мен есім Аружан, қазақтың қара домалақ қызымын. Байқасаңыздар, мына домалақ сөзін толықтырып тұрмын полностью. Особенно о әрпін. Шындарыңызды айтыңыздаршы, мен бір қатты анандай да бір семіз емеспін ғой. Сәл-пәл артық салмақ. Бірақ сол сәл-пәл артық салмақ біраз адамға тәте дегізіп жүр ғой. Мынау мен негізі тәуелсіздіктің 30 жылдығына орай 30 килограмм салмақ тастап келдім. Шүкір. Шүкір, қазір 90 килограммын. Осы тұр мынау көп жерге кедері келтіріп тұр. Осы тұрдың кесірінен жігітіммен де айырылысып кеттім. 2 сағаттық кезекті 4 сағат күттім. Маған ешкім қарындас өте беріңіз демейді. Наоборот, автобуста апа отырыңыз деп орын береді. Мен айтам, Қумаш родной қайдағы апа? Шүкір деймін да отырып алам. Мынау, даже маған пойызда астың орынды береді. Шалдармен жеткенше карта ойнап барам. Пайди мен 2001 жылғымын ғой. Не бытый, не крашный. Май жемейм. Бірден екке салғанда теппейм. Кішкенемді вложениеге салсаң дыңдаймын. Барлық запчастарым почти родной. Варианттар болса хабарласыңыздар. Өзімді 5 соттық жерге айыр бастаймын. Басты өнерім колбасаны нансыз жейм. Колбаса демекші, мен андай қыздарға қызғам. Көп тамақ жесе де семірмейтін қыздар болады ғой. Просто біздің тұқымымыз ірі да, қара суға да семіре береміз. Осы оразаның өзінде 3 килограмм қосып тұрмын. Тұқым деген сөзден шығады. Мен әкем футболға, машинаға жалпы олдар қызығатын дүниелерге қызықпайды. Оған қарағанда мама кішкене айтыр, Лига чемпионовта кімнің алда келе жатқанын біледі, қай команданың. Кеше маманың жақсы көретін командасы ұтылып қалды. Маманың настроениесі түсіп, гаражға барып, машина моторын шашып жөндеді. Просто біздің үйде мама КамАЗ айдайды, үйге ақша келеді. Жұрттың мамалар өзінің қыздарын балетке береді, биге береді. Мамам мен күреске берді. Мен реально күреске қатысқам. Біздің қалада күресетін қыздар болмаған соң, тек қана ұлдармен күрестім. Сосын күрестен травма алып тастап кеттім күресті. Сосын ойландым, неге мен күреске қатысып жүрмін? Мен қыз емеспін ба? Инабатты, ибалы қазақтың сыпайы қызы болайын дедім да, Астанаға қол күреске қатыстым. Но мен қанша жерден күреске қатыссам да, қол күреске қатыссам да, өзімді қазақтың нағыз соскасы санаймын. Рахмет, сіздермен болған, тағдырымен күресіп келе жатқан Саттар Аружан. Негізі мұсылмандардың 5 парызы бар. Ал қазақтарда 6 парыз. Ол кредитке той жасау. Тойды кредитке жасамасаң, сен қазақ емессің. Қазақтың тойы бітпесін деген сөзді кредиторлар шығарған екен. Кредит алып жасайтындар да көп болған соң ба, неше түрлі мақалдар шығарған екен қазағымыз. Тойда барсаң, тойып бар емес, тойға барсаң, үйіңді жалаққа қойып бар деген. Кредит алған қыз тойда білдіреді. Құда 1000 жылдық, әрине 1000 жылдық мынандай тойдан екен. Елімізде кредитке үйленетін жастар өте көп. Неліктен? Палатка таусылып қалды ма? Себебі ата-аналарымыздың бәрі ойлап қойған екен. Ең бастысы ажыраспасын деп. Мынандай қарыздан кейін қалай ажырасасың?
әйеліңді өмір бақи сүйіп өтесің ғой. Бірақ осындай жағдайда болуы мүмкін. Сәл ойлану керек еді маған бар ғой. Алма деп айтты екі-үш адам бар ғой. Тыңдамақ едім бар ғой. Бастамай қош, пожалуйста. Не? Сейчас я как начну, не остановить. Қойшы, өзім тоқтатам түсіндің ба? Ой, тоқтата алмайсың. Тоқтата алмайсың. Өзім? Тоқтата алмайсың. Тоқтата алмайсың. Вот и все. Түсіндің ба? Не? Сен аузың жабылмайтын адам екенсің. Мен білем, иә. Я білем ғой сен аузыңда. Адам жақындаса Меганың есігі сияқты ашылып кететін дейді. Ей! Кімнен қайқайласып жатсыңдар? Ажырасамыз. Қуанышты күні. Ажырасайын деп жатыр. Ажырасайын деп жатыр деймін. Ажырасқан несі? Айналайындар ажырасқан несі? Енді солай болып қалды. Тойларыңның біткеніне қазір 2-ақ сағат болды ғой. Іштеріңе қандай жын шайтан кіріп кетті? Папа, характерлеріміз келмей қалды. Ой, сендердің характерлеріңнің айналайын. Мен характерім кеп тұр, анаң кого келмей тұрған. Ой, не надо. Ой, сенің характерің... Ой, той жасадық қой, елдің бәрін шақырдық қой, той жасадық қой. Неге білмейсің, характерлеріңді мектепте бірге оқытыңдар, жоғарғы оқу орнында оқытыңдар, жұмысты бірге оқытыңдар. Той біткеннен кейін характерлерін біліп тұрсыңдар ма бір-бірлеріңді? Тойға дейін характерің. 15 жыл, енді бірінші жастан бері 15 жыл бірге жүрдік та, қызық емес болып қалып тұр ғой үйленгеннен кейін түсінсің ба? Қызық емес еще. Енді сразу үйлену керек еді, бірінші жаста үйленіп кету керек. Ей, неге белесемет мініп жүрмін, мені білесің ба, а? Сендердің тойларыңды жасаймын деп мәшинені сатып, мені белесеметпен жүрмін қазір, а? Сендердің тойларын жасап бердік сол үшін. Араласпай қойыңызшы, өзім шешеміз, жастарымыз ба? Неге айтпайсың? Ей, үйленбей тұрып неге айтпайсың? Араласпа! Тойды өзіміз жасайтынымыз деп неге айтпайсың маған? Енді келіп, араласқаныма қарсы бол. Өздерің ғой енді деген айтқан. Той өз-өзін жабады, тағы бірдеңе қалады, ертең өздерің бір жаққа шығып қыдырарсыңдар деген. Неғып сіз келдіңіз, неғып мама келмеді, мама тойға да келмеді ғой. Міне тойға да келмеді мамаң, Шешең тойға да келмеді. Сен жек көргеннен келмеді ма? Ей, осы тойдың кредитін жабайын деп, 67-ге келсе де, Атырауда, Бақтыда, біреудің тамағын істеп беріп жүр. Міне сендер үшін. Мен үшін. Қапналарды, Енді мен тойдан ақша шықпай қалды деп, мен өмір бақи өмір сүре алмаймын мен. Мынау емес вообще-то. Атым бар. Анау мен. Бетіңдер. Ақыры болары бол, бұнан артық көнемейсіңдер ме, келсемейсіңдер бір-бірлеріңмен? Характер, келмей тұр. Келмесе, тойдың ақшасын қайтарыңдар. Өзің қайтар. Қайтар тойдың ақшасын бұл келсін. Қайтарсаш? Тойдың ақшасын қайтар деген әңгіме болмайды. Сіз өзіңіз той жасап берерді айтқан жоқсыз ба? Өз той бірден етіп, той болады, қонақтар келеді, сосын соның ақшасына бәрін жабамыз, жақсы болады деген жоқсыз ба? Тойдың бәрін жапса, шығынын жапса, сен сонда ажырасып кете бересің ба сонда? Тойға кімді шақырғаныңды білесің ба? Өңшең жалаң аяқ жастарды шақырдың. Аяқ киім болды, туфлимен келді. Ей, шал мен кемпірді шақырмадың тойға. Ей, жастарың не келді тойға? Не әкелді? Не келді? Не келді? Не әкелмеді? Бәрін әкелді ғой, қолынан келген бәрін әкеліп жатыр ғой. Атында тіліңді кемеді атын. Увлажнитель. Увлажнитель воздуха. Спаға сертификат. Мен барам. Мен барам. Эквадорға. Не дейді? Сувенир. Сувенир, Эквадордан сувенир. Сол тойдың шығынын жаба ма? Ақша бола ма сола? Гүл жаба ма шығынын, ертең солып қалатын гүл. Ертең тойдың, арендасын басқа кеткен шығындарды анаған мынаған берген ақшаны жаба ма? Кемпір шалды шақырсаң, мен олардың талай тойларына барғам. 60 мың, 70 мың, 100 мың теңге апарғам. Олар ағайын туған туыс. Әкелетін еді ғой, Көп сөйлейді, шақырма дедіңдер, ал.
жабын береді тойдың ақшасын. Жап давай. Ойбай. Аузын жапшы, сен бар ғой, тойдың ақшасын жап. Аузын жауып. Вот видите, характер ужасный. Өмір бақи қазақша оқып, вот сөйтіп, орысша сөйлеу керек бар, орысша бар ғой. Я сөйлеймін. бар ғой сенің. Мен өзім білемін. Білеме? Мен білмеймін. Тойдан кеткен шығының бәрін қайтарасыңдар. Өзің қайтар. Өзің қайтар емес, сен де тамақ іштің ғой тойда отқанда. Ойбай, ішсек не болды? Подружкаларың келіп опырған жоқ па? О, не надо, пожалуйста. Біздің балдар көбісі ораза сосын. Ой, я. Тамақ жейсің, құрбыларың. Түсіндің ба? Ойбай, елде масқара болды. Мам? Ағайыннан, туысқаннан масқара болды. Саламатсыздар ма? Саламатсыз. Құда? Әлде құда емес па уже? Қандай болып қалды? Түсінбей қалдық қой. Не болды? Мам, біз ажырасайын деп жатырмыз. Не үшін? Просто мені қатын деді. И чё? Сенің әкемен қатын дегенде сені қорғадың ба мені? Қалай қорғаймын мен, мам? Кел деп мұнға құдағай. Бірші құдағай. Құдағай болмайын деп тұрмыз ғой. Адам қатын деген сөзге бола ажыраса ма? Өзің ойлап қарашы. Қатын деген сөз қасиетті сөз ғой. Ханым деген сөз, елдің анасы деген сөз ол. Қатын деген сөздің өзі бір қасиеті, 5 түрлі қасиеті бар. Қ деген қадірлім, А деген ардақтым, Т деген тынысым, А деген ырысым, деген намысым дейді. Міне көрдің ба? Сонымен не дейсіз? Не дегенде бар ғой? Түсінбеймін, мына қызыңызды түсінбеймін. Мына сөзге бола ажырасам деген сөз бар ғой. Санасы мүлдем төменек. Қызым төменек. Кетсе кете қойшы. Бірақ бар ғой, бірші құдағи, бірақ енді берген қалың малды енді қайтарады. Қалай енді ол? Товар возврат в обмен не подлежит. Просрочный товарды 14 күншіне. Құда бергеніңіз, сіз ақылдысыз ғой, ойлысыз ғой. Енді бүйтейік та, бұл жерден кім кінәлі екенін қарастырмай қойық, көрініп тұр ғой екеуі де кінәлі екенін. Неге екеуі кінәлі, а? Қызың кінәлі сен. Менің ұлым беталды ашуланбай. Үйтіп өз ұлыңызды бақтамай қойыңызшы өтініш. Біздің де қыз тәрбие көрген. Тәрбие көрген қызың мынау ма? Иә. Әпкет қызың. Екі ортада бала болмай тұрған кезде қызыңды әпкет. Бермесең, қалың малды бермесең, садаға сен бересің, садаға. Садағаға бергенде пайдалы екен ғой, бәле жаладан сақтап қалады екен ғой. Садаға. Жасың келді. Бәле жаладан өзіңді қызыңды әпкет. Жасың келді деп аузына келген оттай бермеңіз. Мамам, қойсаңызшы. Немене қойсаңызшы? Менің қызымды ренжітіп отқан кезде қарап отырады деп педіңіз? Отырма, қара, әпкет қызыңды, әпкет. Көрсетейін мен бұл салға. Ал жиын деген екенсің сен. Жібер қолыңды. Жібер дедім. Тәйжік классы қазы өзі, тәйжік классы жібер дедім саған. Әпкет. Немене? Қызыңды қызыңның бар ғой? Көк тиынға керек жоқ. Осындай алтын қызды мен ешкімге бермеймін. Жүр, киімдеріңді жинап кетеміз, үйге кетеміз. Қараш, ал жиын деді, ал жиын деді. Дұрыс тұрса деген, сендерден ақыл сұрап, бір қос жібере ма? Ой, тыныштыр деймін. Ажырастыр жіберейін деп жатсыңдар ма сонда? Қызым пеқайт етіп жатыр ма бізге? Керек жоқ қызым. Не? Әкет қызымды. Әкет дейін. Кетеміз, жинай киімдеріңді. Жоқ, жинамайды. Ешқайда бармайды. Бересін алма. Не? Спа салонның сертификатын тоже ала сал. Біз ешқайда бармаймыз. Берген арағым, шарабым, қаншама құрметті сөз құдағи, құда жақсы болсын деп. Әке, тоқтаңыз. Керек жоқ саған. Әке, тоқтаңыз. Әке, тоқтаңыз. Ұрғым көрді де құдағайды, ұрғым көрді. Сіздерді бір үлкен болып, бір жастардың арасын қос жібереді ау деп. Даналың тоғысқан үлкен кісілер деп біз тыңдаймыз, біз қосып кетеміз деп күтіп отырсам, жоқ, біз ажырастырып алайын деп отырған емес. Біздің бірге болғанымызға бұлар қарсы екен. Қуаныш емес екен. Біз бұлардан ақыл сұрап керек емес, екі жастың арасына есі кеткен түседі дейді. Естерің кеткен екен. Таңғалдым сіздерге. Кешіріңіздер, конечно, жастарыңыз үлкен, бірақ біз біргеміз, өзіміз шешеміз, өзіміз семьямыз. Ренжіменді. Жаным, сен қайда барсаң, мен сонда барам. Сосын жаным, маған қатыным деп айтшы. Қатынды грубый сөздер енді ешқашан айтпаймын саған. Жаным, ботам, ешқашан. Маған қатын айт просто. Туған күндерінде 8 наурыз сондай кездерді айтарым, былай басқа уақыттарда айтпаймыз. Иә? Сау болыңыздар. Құлағы көрдің бе? Планымыз іске асты ба? Көрдің бе? Құда сізді қатырдыңыз ба? Төбелесем де қойдыша. Төбелесі салуымыз керек етті.
Өтірік төбелесін сауын керекет негізінде. Қатын деген сөздің қадірін білді. Жүріңіз шайдың үстіне жалғастырайық әңгімеңізді. Қатасыздар ма? Төбелесем де деші. Осымен біздің бағдарламамыз тәмам. Барлықтарыңызға рахмет, көріскенше. Ал енді өзіміз отырып күлейік.